Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Қазақстан үшін тарихи маңызы зор Ұлытау аллеясында тұрмыз. Астананың 20 жылдық мерейтойына орай Ұлытау аллеясының ашылуы 2018 жылы өтті. Аллея ботаникалық саябақ пен салтанат қақпасының арасында орналасқан. Оның ұзындығы 250 метр, ені 55 метр. Ұлытау сөзінде терең тарихи мағына бар. Ұлытау еліміздің оңтүстік батысындағы таулар массиві. Бұл жер қазақ халқы үшін қасиетті. Бұл өңірде көптеген қазақ хандарының астаналары орналасқан. Мұнда Алтын Орданың алғашқы астанасы болған. Бұл жерде 1465 жылы қазақ хандығы құрылды. Сонымен қатар, бұл жерде 1728 жылы 300-дің біріккен күштері бұланты, қазіргі Байқоңыр жерінде жоңғарларды жеңді. Аллеяның басты нысаны қазақ халқына алғыс қола ескерткіші болып саналады. Ескерткіштің биіктігі 13 метр. Басты толға Қазақстанға жер аударылған кезеңде басқа ұлттар мен халықтардың балаларын ұстаған ұлттық киімдегі қазақ әйелі. Оның жанында 3 бала, Кавказ ұлтының үлкен баласы, Еуропалық ұлттың қызы және кіші Корей баласы тұр. Хан ордасы орталық Қазақстанда Ұлытау ауданында орналасқан жазғы хан астанасы. Бұл жерде қазақ хандарын жариялау ресімі өтті. Олар ақ киізде көтеріліп, өз халқына адал болуға ант берді. Сондай-ақ 1391 жылы Алтыншоқы төбесінің басында орналасқан тас қондырғысында Әмір Темірдің қалдырылған жазуы бар. Аса мейірімді және ерекше рақымды Алланың атымен бастаймын. Жаратылыстың иесі, ақиқаттың иесі, мызғымас қорғаушы, аса құдіретті, өмір мен өлімді сыйлаушы. Біздің дәуірімізге дейінгі 8 ғасырдан 13 ғасырға дейінгі кезеңдегі балбаланың тас мүсіндері. Балбала адамның бет әлпеті бейнеленген, өнделген тас тірек. Ғалымдардың пікірінше, мүсіндер өлгендерді еске алу үшін қорғандардың айналасында салынған. Ежелгі түріктер тасты мәңгілік деп санаған, сондықтан оларды орнатудың мақсаты батырлар мен ата-бабаларды еске алу болды. Қола дәуіріндегі Байқоңыр петроглифтері. Жартастарда адамдардың, жануарлардың суреттері және аң аулау көріністері ойылған. Мұнда қола дәуірі мен ерте темір дәуіріндегі мыс пен темір балқытатын пештер бейнеленген. Аллея ақ бөкендердің ерекше жануарларының мүсіндерімен безендірілген. Бұл түр мамонт дәуірінде пайда болған. Осылайша Ұлытау аллеясы Қазақстанның дамуындағы маңызды тарихи фактілерге толы болды. Осымен шолуымызды аяқтаймыз. Сау болыңыз.